Сәлеметсіз бе, Үрсіпе ханым? 1986 жылы қай оқу орнында оқыдыңыз, немесе қай жерде жұмыс істедіңіз? Сәлеметсіздер ма? Облыстық әмбебап қызметкерлері және оқырмандары. Менің аты жөнім Үрсипа Сәрсенбекқызы. Мен Қарашаңырақ Қарсақбайдың тумасымын. Сол Қарсақбайда туып өстім, білім алдым. 1986 жылы, яғни желтоқсан көтерілісі болатын жылы мен мектеп қабырғасын бітіріп, басқа да жастар сияқты жоғарғы оқуға түсу мақсатымен осы Жезқазған қаласына келген болатынмын. Сол жылы Жезқазған педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімінің дайындық курсына түстім. Жасым небары 17-де, жатақханада жаттық. Студенттік өмірдің енді ғана қызығы басталып келе жатқан кезең болатын. Алаңға шығуға не себеп болды? Алаңға шығудың ең басты себебі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 5-ші пленумының шешіміне қарсылық, яғни наразылық білдіру болатын. 5-ші пленум сол 16 желтоқсан күні өткен болатын. Сол пленумда Қазақстан Республикасын бірнеше жыл бойы басқарып отырған Ділмұхамбет Ахметұлы Қонаевты орнынан алып тастап, Колбин деген азаматты сайлайды. Сайлағанда бұл Колбин Мәскеудің тумасы. Біздің ең басты наразылығымыз да осы. Ол қазақтың салт дәстүріне, дінінен, тілінен бейхабар. Біздің Қазақстанда ешқандай жерде жұмыс жасамаған. Сондықтан да біздің басты себебіміз әр ұлтқа өз көсемі деген ұранменен көтеріліске шыққан болатынбыз. Сол күндері қандай оқиғаларды өз көзіңізбен көрдіңіз? Сол күні енді мен ең бірінші жатақханадан бастайын. Біз түніменен дайындалған болатынбыз. Бізде үгіттік жұмыстар жүргізілді. Біз түніменен жаңағы ұранымызды жаздық, плакаттарымызды дайындадық. Сол таңертеңгі сағат 8-де өзіміздің жатақханамыздан бір топ сол жатақханада жататын қазақ студенттерінің барлығы шықты десем болады. Бізде үлкен үміт болды. Бұл бейбіт шеру болады. Біз өзіміздің наразылығымызды билікке барып айтамыз. Олар бізді тыңдайды, олар бізді қолдайды деген үлкен сенімменен шыққан болатынбыз. Мен бұл алаңда ең бірінші осы Жезқазған педагогикалық институттың өзіміз оқитын корпусымызға барғанда сеніміміздің су сепкендей басылғанын көрдім. Себебі ол жерде бізді ректорымыз бар, мұғалімдеріміз бар, барлығы сендер өкіметке қарсы шығып жатсыңдар, бұларың дұрыс емес, ертеңгі күндеріңді ойлаңдар, ертең оқудан шығасыңдар, бұның аяғы жақсылыққа апармайды, тез арада тараңдар деген бізге сондай үндеу тастады. Бірақ біз бұны тыңдамадық. Қайта бұл сөздер бізді одан да бетер жігерлендіре түсіргендей болды. Бізде патриоттық рухымыз одан әрі қарай өрши түсті. Біз облисполком, горисполком дейді, енді сол кездегі биліктегі мекемелердің аты осылай аталған болатын. Сол жерге бардық. Ол жерде де ешқандай қолдау бізге көрсетілген жоқ. Қайта тезірек тараңдар деп ол жерде де сондай үндеу тасталынды. Көшеде басқа ұлттың адамдары бізге қолдарына түскен заттарын лақтырып, біздің ар намысымызға тиетін сөздер айтты. Яғни сендер маскүнемсіңдер, сендер наркомансыңдар, сендер ішіп шегіп алып шығып жатсыңдар деген неше түрлі сөздер, біздің ар намысымызға тиетін сөздер айтты. Біз бұнымен де тоқтаған жоқпыз. Өйткені біз өзіміз қолымыз қысқа болса да еркіндікке, бостандыққа қол жеткізу үшін ары қарай жылжыдық. Алаңдағы ең қиын көрініс бұл жаңағы Некрасова мен Абая көшесіндегі көрініс. Енді ол жердегі көріністі айтып жеткізу сөзбен оңай емес. Ол жерде жаңағы милициялардың машиналары тұрды, өрт сөндірушілердің машиналары тұрды. Сол жерге кеп тоқтатып, милициялар қолдарындағы дубинкаларменен студенттердің еш қайсысын аяған жоқ. Ол жерде шыңғырған дауыстар, жылаған дауыстар, оған да ешкім қарап жатқан жоқ. Қанға боялған жастар, ол дубинкалар қай жеріне тиіп жатыр, оны бір Алла ғана біледі. Ешкімнің жасына да үлкеніне де ештеңесіне қарап жатқан жоқ. Тоғытып, сол дубинкалармен ұрып, соғып, машиналарына сыйғанша тиеп,
студенттерді алып кетті. Сол өрт сөндіретін мекеменің несіне апарып 2-3 күн қамауда ұстады. Бостандықтарына тыйым салынды. Желтоқсан оқиғасына қатысқаныңыз үшін қандай қысым көрдіңіз? Енді қысымның біз көкесім сол айналып көтеріліске шығып жаңағы келгеннен кейін жатақханаға кіргеннен бастап уже бізге қысым көрсетіле бастады. Жатақханаға тексеріп кіргізді, тексеріп шығарды бізді. Біздің бостандығымызға, жүріп тұруымызға шектеу қойылды. Одан келесі күні сабаққа бардық. Сабаққа барғанда бізде сабақ болған жоқ. Жаңа өзіміздің ректорымыз бар, КНБ-ның адамдары бар, облисполком, горисполкомның адамдары келіп, бізді жиналысқа салып тергеудің астына алды. Жаңағы бірінші жалпылама бәрімізді бірге кіргізеді бір кабинетке, сол жерде сұрақ жауап алады. Одан кейін шығарып жібереді, жекелеп сұрақ жауап алады. Сондағы сұрақ жауаптары бізге не үшін шықтың, сендерді үгіттеген кім? Енді оны айтпасаң, онда шыққан жоғым деп жазып бер бір ауызбен. Бірақ біз өзіміздің айтқанымызда тұрдық. Біз осылай шешімге қарсымыз, әр ұлтқа өз көсемі болу керек деген талаппенен біз сол жазған, айтқан сөзімізден қайтпадық. Бұның аяғы сол 10 күндік жаңағы жиналыс болды. Тергеу, тексеру жиналысының аяғы. Қазіргі архивте өзіміздің жаңағы номері 7-ші протоколымызда біздің группадан бір 20 шақты бала. Ол кезде енді бет айнамыз дейді ғой, біздің бет айнамызға айналған комсомолдық билетіміз болатын. Оған кір түспеу керек, оған дақ түспеу керек. Міне сол комсомол билетіміздің учетты карточкасына 1986 жылғы көтеріліске шыққаны үшін, саяси сауаттылық көрсетпегені үшін қатаң сөгіс деген қатаң сөгіс жарияланды. Ол онымен қойылған жоқ. Ауылдағы әке-шешемізге хат жазды. Менің әкем өзі Ұлы Отан соғысының ардагері болатын. Ол кісілердің ар-намысына тиетін сөздер жазып, сіздің балаңызға қандай тәрбие бергенсіз балаңызға, сіздің балаңыз өкіметке қарсы шығып жатыр деп, ол кісіні да сол партийный жиналыстар болды, соған салып, ар-намысына келетін сөздер айтып, ол кісіге де маза берген жоқ. Бұл оқиға сіздің өмірлік ұстанымыңызды қалай өзгертті? Мен қазіргі кезде өз әнұраны бар, өз елтаңбасы бар, өзінің көк байрақ туы бар Қазақстан деген жерде мен қазақпын деп өмір сүріп жатырмын. Мен өз пікірімді, өз ойымды, мысалы, өзімнің ана тілімде, қазақ тілімде емін-еркін жеткізе аламын. Міне сол көтеріліске шыққандағы біздің арманымыз осы емес пе еді. Сондықтан да қазіргі бейбіт аспан астында өмір сүріп жатқан мынау жас ұрпақтарға осы ата-бабаларымыздың ізін, аманатын жалғастырушы ретінде мен патриоттық сезім ояту. Тәуелсіздіктің қандай жолмен, қандай қиындықпен, қандай зардап шегумен келгенін айтып түсіндіру, жеткізу жас ұрпақтарға. Бір сөзбен айтқанда тәуелсіздікті барша жұрттың патриоттық рухымен асқақтату. Желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы неде деп ойлайсыз? Желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы бірнеше маңызын атап өтуге болады. Мысалы, біріншісі империялық жүйенің күйреуі. Яғни осы көтерілісте бұрын соңды болмаған тоталитарлық билікке саяси батылдықпен соққы жасалынды. Екіншіден, бұл ұлттық руханидың оянуы. Яғни бұл жаңағы көтеріліске шыққан жастардың, боздақтардың өздерінің құқықтарын қорғай алатындығын дәлелдеді деп айта аламын. Ұлттық намыс пенен тілдің деңгейінің өте жоғарыда екендігін көрсете білді. Үшіншіден, бұл тәуелсіздікке жол ашу. Яғни сол алаңға шыққан боздақтар мен жастардың, студенттік жастардың арманы сол кездегі мемлекетіміздің егемендігіне айналды. 1991 жылы 16 желтоқсандағы тәуелсіздіктің жариялануы осы желтоқсан оқиғасының логикалық жалғасы болды деп айта аламын. Қазақстанның тәуелсіздік алуына тікелей негіз болған осы желтоқсан оқиғасы. Енді қазір мінекей Аллаға шүкір бейбітшілікте, ашық аспан астында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да жас ұрпақтарға айтарым, осы егемендіктің, тәуелсіздіктің қандай жолмен келгенін сезсе екен деймін, білсе екен деймін.
қаншама жас өмірлер қыршыннан қиылды. Әрине ол кездегі көрген зардабымызды енді ұмыту мүмкін емес, жаңағы жүрегімізде дақ қалдырды деп айта аламыз. Бірақ осындай ашық аспан, егеменді елімізде өмір сүріп жатқан кезде оның барлығын артта қалды деп ойлаймын. Енді жас ұрпаққа осы жылда бізді өзі мектептерге, нелерге шақырады, бірақ айтудан бізде кем емеспіз, біз шаршамаймыз, бұны айта береміз. Ал енді толығырақ ақпарат аламыз, білгіміз келеді, анығырақ. Бұл енді менің қазіргі айтып отқаным бір-екі ауыз ғана сөзбен бер жағын ғана жеткізіп отырмын. Ал оның ар жағын анық, қанығын білгілеріңіз келсе, осы облыстық әмбебап кітапханада осы мінекей бірнеше кітаптар бар, жазылып шығарылған. Солармен оқып танысып, толығырақ білулеріңізге болады. Егемендігіміз асқақтай берсін деймін, аспанымыз ашық болсын. Мынау жастарымызда патриоттық сезім өте биік болса, біздің елімізде, жерімізде өсіп, өркеніп, гүлдене береді деген ойдамын. Көк туымыз желбірей берсін, жақсылық болсын, әр отбасында бала шағаларымыз аман болсын. Енді бұндай зардап шекпейік, бұндай жамандық көрмейік, тек қана жақсылық болсын деп тілеймін.